Құрметті менің көрермендерім, тыңдармандарым, әжелерің бүгін әңгімесін дәстүрге жалпы шолу бергісі келіп отыр. Дәстүр туралы айтқым келіп отыр. Жақсылап тыңдап, ой саналарыңды кеңітіп, үпіл басып, жақсы тыңдағандарыңды көрсетіп отырыңдар. Дәстүр біздің қазақ халқының ежелгі тарихтан келе жатқан өмір салты, рухани байлығы, мәдени болмысының негізгі тірегі. Дәстүр арқылы халық ұрпаққа білім, тәрбие, салт сана, ұлттық құндылықтар береді. Ол халықтың тұрмыс тіршілігіне, дүние танымына, мінез құлқына, тіпті болашаққа деген көзқарасына тікелей әсер етеді. Дәстүрдің негізгі ерекшеліктері: тұрақтылығы, ұрпақтан ұрпаққа берілуі, үшінші тәрбиелік мәні, төртінші ұлттық бірегейлікті сақтайтыны, бесінші қоғамдық татулықтың орнататыны. Енді біріншіге келсек, тұрақтылық. Дәстүр уақыт өте өзгеруі мүмкін, бірақ оның негізгі мақсаты мен мәні өзгермейді, сақталады. Ұрпақтан ұрпаққа берілуі, атадан балаға, әжеден келінге беріледі, жалғасады. Тәрбиелік мәні үшінші, адамгершілік, сыйластық, бірлік сияқты құндылықты дамытады. Төртінші, ұлттық бірегейлікті сақтайды. Әр ұлттың өзіндік болмысын айқындайды. Бесінші, қоғамдық татулықты орнатады. Адамдар арасында байланыс пен сыйластықты нығайтады. Енді осы дәстүрдің түрлері, қандай түрлері бар екен? Бірінші, санаты дейді. Санатына отбасылық дәстүр, қоғамдық дәстүрлер, рухани дәстүрлер және еңбек дәстүрлері жатады. Мысалдары: отбасылық дәстүр, бесікке салу, тұсаукесер, беташар, шілдеханалар жатады. Қоғамдық дәстүрге ас беру, той жасау, жеті ата, шежіре. Рухани дәстүр: құрбан айт, өзіміз білетін, наурыз айында келетін және бата беру. Еңбек дәстүрі: қонағасы, ауыл көмегі, асар. Енді осылардың мәні: бірінші, отбасылық дәстүрдің мысалдардың дәстүрі тәрбиелік ұрпақ жалғастығын көрсету. Екінші, бірлік пенен татулықты сақтау. Рухани дәстүрді сенім менен рухани құндылықтарды білу. Еңбекте ынтымаққа, өзара көмектесуді жалғастыру. Енді дәстүрдің қоғамдағы рөлі қандай? Бірінші, тәрбиелейді, жас ұрпақты ұлттық рухта қалыптастырады. Екінші, жанұяны біріктіреді, ол туыстықты нығайтады. Үшінші, мәдениетті сақтайды, ұлттың тарихын жоғалтпайды. Бесінші, рухани байтады, адамды табиғат пенен, қоғам менен үйлесімді өмір сүруге үйретеді. Қорыта айтқанда, дәстүр бұл тек өткеннің мұрасы емес, болашаққа апарар жол. Дәстүр бар ел, тамыры терең, болашағы берік ел. Қазақ халқының
дәстүріңді сақтай алсаң, ұлтыңды сақтайтын деген сөздің мәні, мағанасы осыдан қалған екен. Енді әрі қарай әңгімемді жалғастырып, дәстүрдің жаңағы отбасылық дәстүр дедім ғой. Сонда шілдехана жаңа туған нәрестенің өмірге келгенін қуанышпен қарсы алу үшін жасалатын қазақтың алғашқы сәбилік тойы. Бұл дәстүр сәби дүниеге келген күні жаңа аналар роддомға босанып үйге әкелген күні ауыл аймақ жиналып сол күні жасайды екен. Негізгі мақсат нәрестенің дүниеге келуін тойлау, анасы менен баланың амандығын атап өту, сәби өмірі ұзақ, дені сау болсын деген тілек білдіру, жын шайтаннан, жамандықтан қорғап, жақсы энергия тарату екен. Бұл тілектің ішінде, мақсаттың ішінде. Шілдехана қалай өтіледі? Ауылдық жерлерде шілдехана көрші көлем, ағайын тума, құда жекжаттар келеді, сол күні шілдехана өтеді, күй тартады, өлең айтады, сауық болады, ұйымдастырады. Қонақтар мен балаға арнап ақ тілектер айтады, сыйлықтар береді. Жастар кезекпенен шілде күзетеді, яғни түні бойы тарап кетпейді. Жастар кезекпенен түні бойы ана менен баланың амандық саулығын тілейді. Шілдехана дейді. Содан қалған екен. Жас ән менен күлкі жаман рухтарды қашырады деген наным бар. Шілдехананың тәрбиелік мәні халықты қуанышқа біріктіреді. Жаңа өмірді құрметтеуге үйретеді. Жастардың ұйымшылдығын арттырады. Ұлттық музыка әнге дәріптеледі. Енді үйге шам жағып қояды. Сәби туғаннан кейін шамды сөндірмейді. Себебі шамды жағу жарық пенен өмірдің белгісі бол. Шілдехана туралы жаңа айттым ғой, өлең айтады, тақпақ айтады, ән айтады, домбыра тартады деп. Енді мен шілдехана туралы мына тақпақты сендерге айтып берейін. Сәби келді, өмірге сәби келді. Бір күй кернеп шалқытып ән іргемді. Анасы аман болсын, қалжа жесін, ат ұстайтын азамат бар үйде енді. Сәби келді шіретіп, дүркіретіп, өзінің кім екенін ұқтырып, сүйінші деп шапқылап бара жатыр, інішегім тайыншаға ырғып мініп. Той басталы толайым, шілдехана, бала бақыт, мейлі ұл, мейлі қыз болса да, ағайын айналайын ас шаптырып, қуансын сүйінші деп жүз босаға. Жалғыз біреу қуанбайды екен. Сол сәби келген күні сол іргедегі бүткіл үйдің босағасы қуанып тұрады екен. Шілдехана қосады ой тілекті, бауы берік болсын деп той шепті. Өмірге тағы да бір қазақ туып, сананы салтанатпен серпіп өтті. Ат ұстарың тілкөзден аман болсын. Барша тойдың бас екен шілдехана, бас айналып бақыттан тұр босаға. Өл дейді бесікте жас шарана, шуылына тірліктің үн қосама. Жүректерді балқытып қорғасындай, сәби келді өмірдің жалғасындай, кешірімді атана шалықтаса, шапқылап жүр шаттықтан жолға сыймай. Жанарынан анасы шашып ұшқын, өбек дейді сәбиін асығып тым. Қуаныштан әкесі шапқылап жүр.
иісіне мас болып жасайыстың. Демер ертең қолтықтан ұлымыз кеп, жатыр қазір жүректен жылу іздеп. Бала тірек бақыты болсағаның, жарқырасын сөнбейтін күніміз бол. Не жетеді сәбидің ыңғасына, толсады ақылы тұлғасы да, атыстарың тіл көзден аман болсын, әлі өрлеп шығады шың басына. Міне, қорта айтқанда, шілдехана қазақ халқының өмірді қуанышпен, жаңа өмірді қуанышпен қарсы алатын ең көңілді әрі мағыналы дәстүрінің бірі екен. Ол сәбиге деген махаббатты, халықтың бірлігін және ұлттық қуаныш мәдениетін айқындап көрсетеді екен. Енді тұсаукесер. Қазақ халқының ежелден келе жатқан салттарының бірі, бала алғаш рет тәй-тәй басқанда, жүре бастағанда тұсауын кеседі. Негізгі мақсат баланың болашақ өмір жолы ашық болсын, аяқ алысы нық, жолы жарық болсын деген тілекпен байланысты. Тұсаукесудің мәні баланың алғашқы қадамын қуанышпен атап өтеді, оған ақ жол сәттілік тілейді. Ел алдында баланы өсіп келе жатқан жария етеді. Яғни тұсауды қазақтар біздің ақ жіппенен қара жіп араластырып тұсауды кеседі. Ақ болсын жүрген жолы, ақ жол, қара жол табылады ғой, енді тек ақ болсын деп тілек білдіреді. Сол тәй-тәй басқан қадамың құтты болсын. Қалай өтеді? Бала тәй-тәй баса бастағанда аяғына ақ жіп, жаңа айттым ғой, жіп байлайды, сосын оны қияды. Сонда халық шулап, қол шапалақтап балаға тілек айтады. Тәй-тәй басқан қадамың құтты болсын, тұсауың кесіліп, жолың ашылсын. Еліңе елеулі, жұртыңа сыйлы азамат бол. Алла өміріңе нұр, қадамыңа құт тартсын деп тілек айтады екен. Нәресте туғаннан кейін 40 күндік кезең өтеді. Сол уақытта ана мен балаға ерекше күтім көрсетеді. Сондықтан да алғашқы түннен бастап бұл кезеңге аса мән береді. Міне. Енді бесікке салу. Жаңағы бесікке салу, ол бесік деген, бесік қазақ халқының жаңа туған сәбиге арнаған ең көне әрі қасиетті дәстүрлерінің бірі. Бұл рәсімнің мақсаты баланы бесікке бөлеу арқылы оның өміріне сәттілік, тыныштық, денсаулық тілеп, тазалық пен жайлықты қамтамасыз етеді. Бесікке салудағы мақсат пенен мәні: бірінші, нәресте жылы, таза әрі қауіпсіз орында ұйықтайды. Екінші, баланың дұрыс өсіп жетілуіне жағдай жасайды. Ұлттық тәрбиені бесіктен бастау. Баланың ұйқысы тыныш болып, дені сау болсын деген ниет екен бесікке салғандағы мақсат. Бесікке құрметті әже, көп балалы ана салады. Біріншіден. Екіншіден, бесікке салынар алдында бесіктің өзінің құралы болады. Шүберектері, жөргектері, түбектері бәрі дайындалып тұрады жаңадан. Сосын үшінші, сәбидің үстіне 7 түрлі тәтті немесе май жағып қояды екен. Өмірі тәтті болсын деген ырым жасайды. Бесік байғасын береді отырған тумалары, қонақтары. Сыйлық әкеледі.
әже бесік үстінде бесік жырын айтып баланы ұйықтатады екен. Бесік жырының рөлі сәбидің рухани дамуына әсер етеді, ана мен баланың арасындағы байланысты нығайтады, балаға ақ тілектер арқылы ұлттық сананы дарытады. Бесікке салудың пайдасы баланың ұйқысы тыныш болады, денесі түзу өседі, қозғалысы еркін болады, жылу және тазалық сақталады. Қорыта келгенде бесікке салу тек тұрмыстық әрекет емес, бұл ұлттық тәрбие менен ананың ақ тілегін бала санасына сіңіретін тәрбие бастауы. Қазақ тәрбиенің басы бесіктен деп бекер айтпаған екен. Бесік тойы басталыпты өмірдің көшіміне, бөлейікші бөбекті бесігіне, салт дәстүрін ұлтының біліп өссін, жігіт болсын лайықты есіміне. Уыл дейді бесікте шіркін үміт, бола алмайды бесік той, бұл күн ұмыт. Тәлімінен қазақтың өнеге алып, әлде емен өссінші ғұрпын ұғып. Көзін салсын бесіктен бұл ғаламға, биіктер көп қос қанат талмағанға, түзу өссін тал бойы, ұйқы қанып, шаршамасын ғаламды шарлағанда. Бабасының бесік бұл тері сіңген, қазақ болсын бесікке белі тиген. Ақ бесікті анасы тербетеді, болып өссін азамат елі сүйген. Оң қолымен бесікті тербет келін, әлдеймен сездір өмір өрнектерін, дариды екен бесіктегі құт береке, тілек саналы ұл болып ер жеткенін. Жаңа енді сол бала келгенде сәбиге ат қоямыз дедік қой. Есім қою, балаға ат қою туралы да мына шумақты оқып жіберейін. Тебіреніп ана көкірек, ұласты тойға толғағы, еміренеді есі жоқ сәбиінің құшып қолдағы. Әкенің өсті мерейі, көңлін көрдік шалқыған, ирген алтын кеңейі, қуантты түсіп алшыдан. Уілдеп айтып іңгәсін, айналып асыл арманға, әжесі көріп жалғасын, шашуын шашты барманға. Маңайда искеп ботасын, немерем дейді атада, ертең ақ сәби атасын жетектеп шығар жотаға. Болар ол ертең бір тұлға, басы боп өмір көшінің, жоралғы көп қой ұлтымда, қояйық сәби есімін. Енді осыдан кейін әңгімемді тұсаукесер. Тұсаукесер баланың алғашқы қадамы. Тұсаукесер баланың алғашқы қадам басып жүре бастаған сәтінде жасалатын қуанышты әрі тәрбиелік мәні зор дәстүр. Бұл рәсіми баланың өмір жолы ашық, қадамы нық болсын деген тілекпен өткізіледі. Негізгі мақсат болашақ өмірге жарық, кедергісіз болсын. Жүруші шапшаң, қадамы берік, өмір ұзақ болсын. Жақсы жолмен жүрсін, адал менен ізгілікті серік етсін деген ниет білдіру.
тұсау, жаңа айттым ғой, ақ жіп пен қара жіп, мінекей осы тұсаукесерде тұсаукесер басып жатыр бір қадам, екі қадам, шоқты қара көзінен шашыраған қуанышын кеудеден жасыра алмай төр іздейді тіршілік сахнадан. Балдырғанды бал үміт алға сүйреп, тәй-тәй басы қадамын алғаш келеді. Қаз-қаз тұрып қарыштап жүріп кетсін, ата-ананың соқпағы жалғасы болып. Сауын кес сәбидің бар да жылдам, құр қалмасын өмірдің сайраңынан, шалықтасын туған жер төсін еркін, жігіт болсын желескен айдарынан. Қорыта айтқанда, тұсаукесер тек қана қуанышты рәсім емес, бұл баланың алғашқы қадамының тілек білдіретін, босағаға бақыт беретін ұлттық тәрбие дәстүрі. Қазақ халқы баланың әр қадамын жақсылықпен бастап, оның өміріне ақ жол тілеуді қасиетті міндет санаған. Енді беташар келесі қазақтың жаңағы дәстүрі, бұл қарапайым беташар. Қазақтың жаңағы бұл беташар деген келін түскен кезде беташылар. Бұл ең маңызды рәсімдердің бірі. Бұның мәні жаңа түскен келінді жұртшылыққа таныстырып, оны жаңа әулетпенен ресми түрде қабылдау. Негізгі мақсаты келіннің бетін ашу, оның үлкендерге таныстыру, келінге жаңа отбасының мүшелерін көрсетіп, әрқайсысына сәлем салдыру, жаңа өмірге қадам басқан келінге ақ бата беру, келіннің жаңа әулетті құрметпен қарап, ибалы болуын үйрету. Беташар қалай өтеді? Беташар келінді ұлттық киіммен ортаға шығарады, бетін орамалмен жабады, арнайы жыршы болмаша асаба келіп бетін домбырамен ашады. Жырда сол әулеттің үлкендерінен бастап ағайын туыстарының есімдері ретімен кезекпен айтылған адамдарға сәлем салады келін. Беташар соңында келіннің бетін ашып, оған көпшілік ақ бата береді. Жиналғандар батаға өздерінің әкелген сый құрметтерін көрсетеді. Беташар жыры әзіл менен өнегеге толы, оның әр жолы келінге бағытталған ақыл өсиет. Үлкенді сыйлау, сөзге тоқтау, әулеттің абыройын сақтау, инабатты болу сынды қасиетті дәріптейді. Беташардың тәрбиелік мәні келінді жаңа отбасына бейімдейді, қоғамдық ортада өзін ұстауды үйретеді, отбасы мүшелеріне құрмет сезімін қалыптастырады, ұлттық салт дәстүрдің қадірін ұқтырады. Міне қорыта айтқанда, беташар қазақ халқының отбасы құндылықтарының үлкенге құрмет, кішіге ізет дәстүрін сақтап қалған киелі рәсім. Ол жаңа өмірдің бастамасы ретінде жасалған келіннің жаңа әулетке ресми қабылдануын білдіреді екен. Келесі енді той көп қой қазақта, той жасау дәстүрі. Ол той жаңа айттық, шілдехана, тұсаукесер, сүндет той, қыз ұзату, үйлену той, наурыз тойы, еңбек мереке, жаңа үй қоныс тойы. Осының бәрі той. Ал тойлар қазақ халқының қуанышпен бөлісуі, жақсылықты жариялау дәстүрі, бұл той деп аталынады. Той тек көңіл көтеру емес, сол арқылы елді, ағайынды жақындастырады.
рухани байланысты күшейтетін рәсім екен. Мәні қуанышқа ортақ болу, біріне бірі жақсы тілектер айту, ұлттық салт дәстүрді насихаттау, жастарға өнеге көрсету. Енді жеті ата шежіресі. Жеті ата шежіресі адамның жеті атадан таралу ретін көрсететін туыстандық теге жазылған жүйе. Қазақ халқы әрбір азамат өз ата бабасын жеті атаға дейінгі білуге міндетті деп саналған. Мақсат: туды, елді, ұруды тану. Екінші, тектілік пен ұрпақ сабастығын сақтау. Қан тазалығын сақтау. Жеті атадан аспай, қыз алыспай. Ұрпаққа рухани тәрбие беру. Негізгі маңызы: елдің бірлігін күшейтеді, әр адамның тегін білу дағдысын қалыптастырады, тарих пенен мәдениетті сақтауға ықпал етеді. Қорыта айтқанда, бұл дәстүр қазақ халқының қоғамдық өмір негізі. Ас беру өткенге құрмет, той бүгінгі қуаныш, жеті ата шежіресі болашаққа аманат. Осының бәрі қазақ халқының бірлікке, тектілікке, рухани тұтастылыққа негізделген қоғамды көрсетеді екен. Енді қоғамдық дәстүр ас беру, той жасау, жеті ата шежіресі бұл бірлік пен татулықты сақтау дедік қой. Енді ас беру қалай өтеді? Ас беру белгілі бір адам қайтыс болған кезде, болғаннан кейін белгілі уақыт өткенде, мысалға 1 жыл өткенде ұйымдастырады, үлкен еске алу жиыны өтеді. Бұл марқұмның рухына Құран бағыштап, елдің басын қосып, оның артындағы қалған ұрпағының күш жігерін беру мақсатында өткізіледі. Осыдан 1 жыл бұрын менің жолдасымның осы үйдің атасының қайтыс болғанына 5 жыл болды. Соған балдар ас берді. Тумаларды, құда жекжаттарды, бауырларды шақырып, керемет мекенде, ресторанда ас беріліп өткізілді. Барлығы да Құран оқыды, марқұмның жақсы қылуаларын айтты. Ата бабаның бұл жаңағы Құран оқу арқылы бұл ұрпақтан күш жігер алып, үйге қайттық. Бәрі де риза болды, батасын берді. Сөйтіп 5 жылдығын жасаған, әдейі 5 жылдығын жасады, ал 1 жылдығын үйге жасады ғой. Енді бұндағы мақсат: марқұмның рухына құрмет көрсету, ата баба әруағын еске алу, ағайын туысты біріктіру, елдің ауызбіршілігін сақтау екен. Рәсіми ерекшелігі: қонақтарға ас берілді, құрбандық шалынды, Құран оқылды, бата берілді, еске алды, шаралар өткізілді. Міне солай ас берілді. Енді рухани дәстүр дегеніміз, ең соңғы айтайын деп отқаным. Бұл құрбан айт, Наурыз, бата беру, сенім менен рухани құндылықтар. Рухани дәстүрлер қазақ халқының рухани байлығын, дүние танымдылығын, имандылық қасиеттерін, ата бабаға құрмет пенен адамгершілік ұстанымдарын көрсететін құндылықтар. Бұл дәстүрлер ұрпақтың рухани тәрбиесіне, адамды ізгілікке, сыйластыққа, бірлікке баулайды. Рухани дәстүрлердің негізгі түрлері: ата баба рухына тағзым ету,
аруаққа құран бағыштау, ас беру, дұға жасау, зират басына барып зиярат ету, бұл дәстүрлер ұрпақтың өткенді ұмытпай тарихын құрметтеуді білдіреді. Бата беру дәстүрі үлкендер жақсы тілек айтып, батасын береді, батаның киесі бар деп сенеді. Жас буынға рухани күш, мотивация береді екен. Тілек айту мені алғыс білдіру, Алла разы болсын, жақсы адам бол, құтты болсын сияқты бұл сөздер рухани мәдениеттің көрінісі. Қазақ ел арасына жылы сөзді рухани дәнекер деп есептеген. Қонақ жайлық дәстүрі. Қонаққа Құдай қонақ деп қабылдайды. Ас беру, сый көрсету, мейірімділікпенен берекенің белгісі. Енді ертең наурыз келеді. Наурыз айында наурыз көше береді, тілек айтылады, бата беріледі. Бұл жаңа жылдың бастауында адамдар бір-біріне ақ тілек айтып, араздықты ұмытып татуласады. Бұл рухани жаңғырудың белгісі. 6-шы иман менен әдет дәстүрі. Жастарды үнемі үлкенді құрметтеуге, кішіні сыйлауға үйрету. Намыс, ұят, обал, сауап ұғымдарын дәріптеу. Қорыта айтқанда, рухани дәстүрлер қазақ халқының жаңа дүниесінің айнасы. Бұл дәстүрлер қоғамды біріктіріп қана қоймай, адамды рухани тұрғыда байытып, өмірдің мәнін түсінуге жетектейді. Рухани мұра ұлттың мәңгілік кепілі. Енді еңбек дәстүрі ең соңғы. Бұл қонағасы ауыл көмегі асар. Ынтымақпенен өзара көмектесу деп аталынады. Еңбек дәстүрі, асар дәстүрі ауыл адамдары бірігіп, бір отбасыға жағдай келмей жатса, үй салады, қора тұрғызады, немесе шөп шауып береді. Ауылдық жерлерде үлкен істі тегін көмектесіп атқарады. Бұл ынтымақ пен бірліктің көрінісі деп аталынады. Қонақасы дәстүрі. Қонақ келген үй оған ас беріп, барын ұсынған. Бұл тек құрмет қана емес, ауыл арасындағы береке менен достықты нығайтқан. Қонақтың риза болуы елдің беделін арттырған. 3-ші ауылдық көмек. Егін ору, мал қыстау сияқты маусымдық жұмыстарда адамдар бір-біріне жәрдем еткен. Еңбекті бірге атқару рухани жақындық пенен қолдаудың белгісі. Бұл дәстүрдің мәні ынтымақты күшейтеді, бірлік пенен бауырластықты сақтай, еңбекке деген қадірлікті білдіреді, халықтың тұрмысын жақсартады. Қорыта айтқанда, еңбек дәстүрі қазақ қоғамының әлеуметтік тірегі. Олар адамдарды біріктіреді, өмірдің қиындықтарын бірге жеңуге үйретеді екен. Ал құрметті менің көрермендерім, осы менен әжеңнің әңгімесі дәстүр туралы барлық әңгімені айтып шықтым. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бақытты болыңдар. Өмір жастарың ұзақ болсын.